Сәлем достар, біз Астана қаласындамыз. Қазір Айланд деген отбасылық демалыс орнына келдік. Бұл демалыс орнында океанариум бар, және де джунгли бар. Кейін мынау артында қарап тұрғандарыңыздай колесо обозренияға да кіруге болады. Бірақ біз бүгін океанариумның ішіне кіретін боламыз. Жүріңіздер. Балықтарға азық беру, кормление рыб, экзотариум, океанариум, джунгли бар екен, және колесо обозрения. На китайском жазылып тұр. Ошақтан кіру, гормон завод. На Көкшетауский ғой. Осыны тәтті дейді, Көкшетауский гормон заводтың нелерін, өнімдерін ше, самый качественный дейді да. Иә, 50% жеңілдік бар екен көп балалы отбасыларға, және де қанша адам кірсе, солардың барлығына 50% жеңілдік жарайды екен. Мен өзімнің Каспийдегі социальный ID-мді көрсеттім. Менің көп балалы ана екенімді, және баламыз екеумізге 50% жеңілдікпен билетті есептегенде 5100 теңге төледік. Атак өзі негізінде кіруі 5100 теңге бір адамға. Біз екі адамға 5100 теңге төледік. Точно университетке келдім ба дейді. Енді кейін мына жақтан кіргізді, контролер тексеріп, міне осылай басталады. Міне вспышкамен суретке түсуге болмайды, түсіруге, және ұстауға болмайды, және тамақтандыруға болмайды деген өздерінің ережелерін жабыстып қойған екен. Но бекіре қояды Астана. Мынау, иә? С усиками, который. Бекіре. Иә. И сүйрік тек. Жоқ, ол сүйрік екен. Бекіре, значит, мынау. Мынау бекіре, мынау сүйрік. Білмеймін. Құсап тұр ғой, бір-бірлеріне. Білмеймін, комментарияға жазып кетіңіздерші, менікі дұрыс па? Әлде бұрыс па? Мен соны білмей тұрмын. Қайсысы бекіре, қайсысы сүйрік екенін. Но мынау кажется бекіре, осының ішінде болмай ма, не? Икралар. Қара икра. Қызыл кажется. Мына жақта қараңыздар, міне Атлантик океанына дейін 5080 километр екен. Каспий теңізіне дейін 1,5 километр екен. Индия, мұхитына дейін 4,5 километр екен. Мынау Қызыл теңізге дейін 4469, Арктика океанына 1680, және де Қара теңізге 2450 километр екен.
бөлменің есігін қараса қалай істеп қойғаны. Мынау типа ацтек сияқты ма? Сондай стиль ма мынау? Ацтек стиль ма? Есікті қараса. Была канале. Рекорд Гиннесса Иә, Гиннестік рекордтар кітабына енгізілген. 3000 километрден астам жерде орналасқандықтан, иә? 3 миллион литр дейді ғой. Объем. 3000 түрба дейді. Бәрі 3000 екен да, иә? Қазақша, орысша және ағылшын тілінде жазып қойған екен. Ол үстінде, наверное, не қалатын шығар. Ой, тырнай. Оңтүстік Америка балықтары дейді. Астронатус Оскар. Қайсы ақбалық? Мынау ма? Ойбай, қанша килограммдық балықтар мыналар? Мынау астындағышы сом ба ол? Достар, мынау балықтардың үлкендігін мынау камера сіздерге жеткізе алмай жатыр. Мыналар шыныменен де өте үлкен балықтар мыналар. Краснохвостый сом. Краснохвостый сом. Краснохвостый сом ол ар жағында. Міне келе жатыр. Міне. Олар ар жақта жүр. Ол сомдар. Ана жүр. Мойным созып жатыр екен ана тасбақа. Анау крокодил ма? Шынау? Не деп? Болды. Значит, крокодил анау. Ол қарны тоқ болса жеп қоймайтын шығар ол. Ұйықтап жатыр ма?
бұлар спячкаға түсе ма? Достар, қалай ойлайсыздар? Бірақ неде жазылып тұр екен? Вывескасында. Не деп айтады вывесканы? Қазақшалап. Крокодил деп жазылып тұр екен. Бұл шын крокодил ма? Ол тасбақаларды жеп қою керек емес па? Или тасбақалардың үстінде панцирлері болғаннан кейін оны жей алмай ма? Анау тасбақа байғұс мойнын ары созып шыға алмай жатыр ғой кәдімгідей. Мені былай қарай бұрылып алды. Крокодилдің көзі ашылды. Әйтеуір андай зрачогында свет отражаться етілмей тұрған еді. Ананың басын көрдің бе? Қимылдап жатыр. Маған анау крокодилдің қимылдайтыны, қимылдамайтыны қызық болып тұршы. Мына жақтан кете алмай қалдым кәдімгідей. Это кто? Черепаха. А там Кайман қолтырауыны дейді. Қоректену тұщы су шаяндары, кішігірім рептилиялар, кішкентай сүт қоректілер және балықтар дейді. Сондықтан да ол тасбақалармен бірге тұрып атқаны. Тасбақаларды, значит, жей алмайтын шығар ол, именно кайман қолтырауына. Білсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздерші. Осы жануар бар. Кассиопея екен. Үңгірлерде мекендейді екен. Попугай емес, басқандай. Ана жақта оқыш? Ана жақта онда. Ана тарелочкада. А мыналар шы? Суымдар ма? Кішкентай балықтарды қалай жеп тұрады? Эскат. Наверное, жеп қоятын шығар. Мынандай тоннель бар екен. Бұл тоннельді қанша деді? 70 метр. 70 метр екен.
мынау рыбаклоун деген. Или ол емес па? Мыналар ма рыбаклоун или олар емес, иә? О, ана жақта не келетір, иә. А олар оранжевый болады, или красный ма сондай. Ана жақта акулалар жүр екен. Ар жаққа барамыз ба? Ар жағында балықтар. Мен зарядка асфальт салып түсірмеген. Нахуй қарасайшы. Что за красавчик десе? Мынау иглобрюх деген ба анау кетіп бара жатқан? Иә. Самая ядовитая рыба? Иә. Морина. Жаңа прокатқа не ала салу керек? Міне, тоннель номер 2. Скат. Леопардный. Да. Немо. На фиолетовый натығында екен. Называется. Ну, такой позабитый. Она его Русалочка. Ой, Давайте осмотрим. А где ее ноги? А где ее... Сонда аяқ кетіп қалмай ма? Жоқ, кетпейді. Анау сетка ұстап тұрады. И анау русалкаға да бара алмайды, жабық. Көрдің бе? Сонда до того солай тамақтандыра алмайды. Достан Ана жақ жабық, кажется, өте алмайды. анау русалканы айтады. А, иә. Еще несі жоқ қой, көрдің бе? Анандай трубочкашы, получается, ана төбеге шыққан кезде ғана ол воздух алып алады да өзіне. Кішкене. И сонымен бір 30-40 секундтай плавать етіп жүреді. Онда не баба? Білмеймін ше. Анау байғұс акула айналып жүре береді екен. Барамын. Қандай?
Мына қанша тонна екен, интересно. Зато тонна емес. Или қанша жыл өмір сүріп жатыр екен деймін, а? Или жеп қойғаннан қалып кеткені осы ма? Боласың ғой. В принципе, акула осы жақпен жүруге болады да, бірақ ол жүрмейді ау деймін, ол ана жақты ғана айналып жүр ғой. И анау тағы да бір черепаха бар екен астында. Сонда черепахалар екеу пара да. Жоқ, ол ана жақта, анау плавать етіп жүрген жоқ па? Ана жақта. Алып қойды ғой бізді уже. Екеулеріңіз екі түрлісіздер ма? Бұлар, получается, туады да сыртқа в виде яйца. Яйцо откладывать етеді, да, потом ол яйцо вылупляться етіп, олар сразу сол суға қарай жүгіреді ғой, иә? И өмір бойы сол суда жүреді, иә, получается. Русалка. Үшеу екен бұл да? Иә, бәсе. Ана екеуі жүр екен, ана астына біреу жатыр да. Papa, ini tas pakai batu. Иә. Қауышпақ қой. Төбеге шығып па? Иә, олар өкпеді. Олар жербезек емес. Анау бағаның астында жатыр да, қалай ауасын бітіп қалған жоқ. Ну, оларды, наверное, раз в один час, наверное. Киттардың өзінде 40 минут қой, максимум. Сапалары час. Бағана Фултронға барамын қатарға. Қимылдамадым. Негізі
Ну что, сөйтіп демалатын шығар? Ну, отдыхают, я имею в виду. Хотя бы төбеге жатса болады. Типа, ауылға жақындатылды. Дайте ебать. Есть. Слава. Ва. Либо качай пахнет. Мынаның ішіндегі подсветкасына өзгеріп жатқан. Бәсе. Олар өзгеріп қалып жатыр, иә. Біз қайттан қолтырауынға келдік. Сөйтсек сәл бері қарай қимылдапты. Тірі екен шыныменен. Үстіне жатыпты ана тасбақа. Бағана басқайды, да? Ұзын бой. Бәрінің мойындары ұзын ау. Просто өздері шығарған кезде ұзарады ау. Анау, сөйт, пляжда жатқан бәрі жатыр ғой деймін, да? Қағалет баратыр? Ана жақ дәп көрініп тұрып ана стеклодан шығар. Көрінді, да? Бірақ камера оның дұрыс түсіріп жатыр, иә. Айналып қалсын ақтан келетін шығар. Қайта тығып қалды ғой. Мынау океанариумнан қайттан қалаға қарай шығу үшін осындай магазиннен өту керек болады. Бұл жақта мягкий игрушка, неше түрлісі бар. Judy Hopps, анау лис, мында черепаха, дельфиндер, капибаралар. Кішкентай балдармен келгендерге енді сынақ кәдімгідей. Сондайлар бар. Екі мың теңге. Раскраскалар бар, ойыншықтар бар. Мындай ойыншықтар. Знаю, где что-то интересное. А там сзади цены. А сзади как 11 тысяч. Потому что. 11 мың теңге дейді. Это большое. Вот это маленькое, я не могу взять. Сониктар бар ма? Не бар ғой? Иә. Ше. Қанша теңге екен? Есімде. Оны кажется, өздері істейді. 3 теңге.
Хорошо, что асфальтный Ана кішкентай машинка шы достар. Ана бұрышта тұрған. 11.000 теңге. Монополия деген, Имаджинариум, Миллионер деген, кейін Codenames деген настольный игралар бар екен. Қанша теңге тұрады екен мынау? Мындай пазлдар бар екен. 4500 теңге тұрады. Баламның Тағы бір. соткасынан заряды аз қалған еді. Сол жаңағы океанариумның ішінде фото на память жасап жүрген фотограф балдар бар. Солардан сұраған едік. Бір есікті көрсетті. Сол есіктің артында бір розетка бар екен. Сол розеткаға кішкене телефонын зарядтап алды. Рахмет оларға көп-көп. Астананың автобустары, жаңадан шыққан автобустары көп екен, өте үлкен. Ішіне көп адамдар сиіп кетеді екен. Двойной болып есептеледі. Және де олар электрический, электр қуатымен жүретін автобустар. Осымен бүгінгі менің видеом бітті. Видеом ұнаған болса лайк басып, коммент қалдырып, менің видеомды қолдап кетіңіздер. Менің каналыма подписка жасап қойыңыздар. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болып тұрыңыздар, достар.